оқушылар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгін бізде қазақ тілінің грамматикасы сабағы. Өткен сабақта көп мағыналы сөздерді қарастырған болатынбыз. Ал бүгінгі сабағымыздың тақырыбы синонимдер және антонимдер деп аталады. Балалар, дәптерлеріңізді ашып, күннің жадымен тақырыпты жазып қойыңыздар. Бүгінгі сабақтан меңгеретініңіз синоним және антоним сөздерді ажыратып, сөйлемде қолдана білу. Ендеше балалар, мына ережені жазып алыңыздар. Синонимдер, яғни бұл грек тілінен аударғанда мәндес, бірдей деген мағынаны білдіреді. Яғни бұл сөздер айтылуы әртүрлі болғанымен, бірақ мағыналары бірдей немесе бір-біріне жақын мәндес сөздер. Мысалы, сабырлы сөзінің синоним сөздерін тауып көрейік. Сабырлы, байсалды, төзімді, ұстамды және салмақты. Мінекей балалар, бұл сөздер мағынасы жағынан бірдей мағынаны білдіретін, бір-біріне мәндес сөздер болып табылады. Яғни бұндай сөздерді біз синоним сөздер деп атайды екенбіз. Мысалы, көп, мол, бұл екі сөз бір-біріне синоним бола алады. Және жылдам, шапшаң, жақын, таяу. Мінекей балалар, бұл сөздер бір-біріне синоним сөздер екен. Ал енді антоним сөздер мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздерді антоним сөздер деп атайды екенбіз. Мысалы, көп, аз, алыс, жақын, биік, аласа, ұзын, қысқа, күн, түн, кең, тар деген сияқты сөздер, яғни мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер антоним сөздер болып табылады. Мәтінге назар аударыңыздар. Аружан көрікті, тәрбиелі қыз. Оның сіңлісі Айжан да сұлу, парасатты қыз. Аружан қандай инабатты болса, сіңлісі де сыпайы. Аружан жұмысты тез бітіреді. Айжан одан да шапшаң. Балалар, бұл мәтіндегі синоним сөздерге назар аударайық. Мәтіннен синоним сөздерді тауып көріңіздер. Егер ойланып болсақ, синоним сөздерді бірге табайық. Бұл мәтіндегі көрікті, сұлу сөздері бір-біріне синоним болады. Және бұдан да бөлек көрікті, сұлу, әдемі, ару деген сөздер де осы екі сөзге синоним бола алады екен. Сыпайы, инабатты. Бұл екі сөз бір-біріне синоним сөздер. Тез, шапшаң, тәрбиелі, парасатты. Яғни бұл сөздер балалар осы мәтіндегі синоним сөздер, мағынасы бір-біріне жақын немесе мағыналары бірдей сөздер екен. Ендеше балалар, бірінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Дәптерлеріңізді ашып, тапсырманы орындаңыздар. Бірінші тапсырма дұрыс нұсқаны белгілеңдер деген. Бірінші, көрікті сөзінің синонимін табыңдар. Бір деп дұрыс жауабын белгілейсіздер. Екі, сабырлы сөзінің синонимін табыңдар. Екі деп дұрыс жауапты белгілейсіздер. Үш, батыр сөзінің синонимін табыңдар. Үш деп дұрыс жауапты белгілейсіздер. Ендеше балалар, бірінші тапсырманы орындап болсаңыздар, екінші тапсырмаға назар аударыңыздар.
асты сызылған сөздердің антонимін табыңыздар. Яғни, осы сөздерге қарама-қарсы сөздерді табасыздар. Айгүлдің шашы ұзын, көзі үлкен, дауысы жіңішке, бойы аласа, денесі арық. Яғни бұл жерде асты сызылған сөздер ұзын, үлкен, жіңішке және аласа. Осы сөздердің антонимін табасыздар. Ендеше балалар, сіздерге тапсырма орындауға сәттілік. Тапсырмаларды орындап болғаннан кейін міндетті түрде мұғалімге жолдаңыздар. Антоним және синоним сөздердің ережелерін жаттауды үйге оқу тапсырмасы ретінде алыңыздар. Олай болса балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.